Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлкен көлемді сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, және де қаймағымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Дайын болған массаның үстіне електен өткізілген ұнымызды және де қамыр қобыздықшымызды қосып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың иі қанғанша тағы да біраз қолымызбен илеп, 10-15 минутқа пакетикке салып қоямыз. Енді сүзбесін дайындаймыз, яғни салмасын. Ол үшін бізге сүзбе, творог қажет. Творогтың үстіне қантымызды және де жұмыртқамызды қосып, қантымыз ерігенше бәрін жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қоямыз. Иі қанған қамырымызды үлкен және кіші екі бөлікке бөліп, үлкен бөлігін орташа қалыңдыққа жайып, пергамент қағаз төселген формамыздың үстіне бір тегіс етіп жайып аламыз. Үстіне және де өзіміз алдын ала дайындап қойған сүзбелі массамызды салып, бір тегістеп жайып шығамыз. Бетін енді жаңағы кіші бөлікті қамырмен өз еркімізше әсемдейтін боламыз. Бұл менде 30-40 формада дайын болған үлкен көлемді бәліштің рецептісі. Егер сіздерге кішірек бәліш керек болатын болса, дәл осы рецепттің жартысын алып, кішірек көлемдегі бәліш дайындасаңыздар болады. Бетін жақсылап тегістеп, әсемдеп алғаннан кейін, екі жұмыртқаның сарысымен толық жағып, 180 градуста ысып тұрған пешке 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Салмасы нәзік, қамыры өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Яғни піскен бәлішті міндетті түрде суытып алғаннан кейін 10-15 минутқа холодильникке салып алатын боламыз. Жасап көріңіздер. Рецептісі өте оңай, қолжетімді азық-түлікпен дайындалады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.